Менің бүгінгі сіздерге таныстыратын тақырыбым мысықтар тұқымдасы. Мысықтар тұқымдасы бізде жыртқыштар тұратын етқоректі жануарлар болып табылады. Ол бізде 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Мысықтар тұқымдасының латынша атауы бізде Фелидея деп аталады. Негізі жыртқыштар тұратын тобына кіреді, олар бізде карнивора деп аталады. Ал орысша аты семейство качачих болады. Мысықтар тұқымдасы бізде көптеген жерлерде кездесе бермейді және олардың 6 түрі де қызыл кітапқа енген. Олардың ерекше қорғалатын болғандықтан олардың түрлері көп кездеспейді. Және бірең сараңдары осы Қазақстан жерінде кездеседі. Олар бізде таулы аймақтарда кездеседі. Сонымен қатар Іле алатауы, Тянь-Шань тауларында кездеседі. Мысықтар бізде өте агрессивті жануарлар болып табылады. Басында ұсақ келгенімен қазіргі ірі түрлері өте көп. Соның ішінде бізде сілеусінді кездестірсек болады. Сілеусін бізде орманды, далалы, шөлді аймақтарда кездесетін жануар. Оның қызыл кітапқа енген түрлері, көптеген түрлері белгісіз. Және олар бізде ерекше қорғауға алынған жануарлар болып табылады. Мысықтар басында ұсақ жануарлар болып табылатын, ал қазір олардың түрлеріне, тұқымдастарына көптеген ірі түрлері кірді. Солардың бірі бізде көріп тұрғандарыңыздай қар барысы. Ол бізде ішіне жолбарыс, сілеусін, шұбар мысық, мулан деген сияқты түрлері бар. Бірақ олардың көбісі орманды, таулы жерлерде кездеседі. Олар сирек болғандықтан олар әртүрлі өңірлерде болады. Шөлді аймақтарда, таулы аймақтарда. Мысалы, ол тауларды айта кетсем, Алтай, Тарбағатай, Сауран, Тарбағатай және Тянь-Шань тауларында мекендейді. Бізде ең агрессивті мысықтар тұқымдасына жататын барыс жатады, қар барысы жатады. Сіздер білесіздер ме, қар барысы неге агрессивті жануар болып табылады? Мысықтар тұқымдасының ішіндегі қар барысы өте агрессивті жануар. Себебі оның үстіндегі әсем бейнесімен, теміршектерімен ерекшеленеді. Және ол ішіндегі мысықтар тұқымдасының ішіндегі ең жыртқыш жануар болып табылады. Және сол бейімделгеннің арқасында қоректерін жақсы таба біледі. Мен сіздерге қызықты сұрақ қоя кетсем, мысықтар тұқымдасы неге таза жануарлар болып табылады? Егер сұрақтың жауабын білсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер.